жасымызды сұрасаңыз, Қонаев совет дәуірінің өкілі. Сондықтан бізде көп жағдайда Қонаевты қазір Назарбаевқа қарсы қойып бір керемет ерекше жаңағы эталон секілді көрсетуге тырысатынды мен қабылдамаймын. Адам ретінде жақсы адам болуы керек. Өйткені жұрттың естелігінде айтатын, мысалы, анаған көмектесті, мынаған көмектесті деп, ол адам енесі. Бірақ саяси тұлға ретінде ол совет үкіметінің тапсырмасын орындады. Қонаевтың үстінде қазақ мектептері жабылды. Қазақ тілі қолданыстан шықты. Оны істеген әрине Қонаев емес, бірақ Қонаев оған ешқандай қарсылықта істеген жоқ. Сондықтан адам ретінде жақсы болды ма, ол бөлек мәселе. Бірақ Қонаевта саясаткер болатындай мүмкіндік болған жоқ. Ол марионетка, қуыршақ билеуші болды. Кеңес үкіметінде басқа адам болса, оны қағып тастар еді, орнынан алып тастар еді. 20 жыл билік басында отырғаны, 20 жыл Мәскеуге көңілін таба білді деген сөз. Әр тарихи тұлғаның антиподы бар ғой. Қонаевтың антиподы Жұмабек Тәшенов. Бірақ ол адам ретінде жаман болды деген сөз емес. Бірақ жамандық жақсылықты тағы да қалай бағалаймыз? Назарбаевты көтерген Қонаев. Оны біз қасында жүрмегеннен кейін біле алмаймыз. Біз оған саяси баға бере аламыз. Саяси тұрғыдан Қонаевтың кәдімгідей бір саясаткер болуға ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Ол отарланған елдің басшысы болды. Оны кез келген уақытта Москва қағып тастайтын еді. Бірақ егер сол жағдайда жүріп, іштей жаңағы қазақтың творчестволық интеллигенциясына көмектесіп, біреуге пәтер болса, ол адами жақсылығы.